Елдегі ұлттық спортты жанына серік еткен жандардың басым көпшілігінің бұл күндері назары Ақтөбеге ауды. Бірнеше күн көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату сынды спорт түрлерінен бағы басым балуандардың бабысын алды. Еліміздің 9 облысынан келген спортшылар ат үстінде ойналатын ұлттық спорттың бірнеше түрінен жастар арасындағы Қазақстан чемпионатын бастап кетті. Жалпы бұл Қазақстан Республикасының жастар арасындағы көкпардан 12-ші, аударыспақтан 12-ші, теңге ілуден 10-шы, және мынау жамбы атудан 3-ші чемпионаты өзі бүгін жалауын көтеріп отыр. Алла жеткізсе, осы Ақтөбе қаласында 2016 жылғы күнтізбелік жоспар бойынша ұлттық спорттың осы жерге енгізілген болатын. Мен өздеріңізге белгілі. Ондағы мақсат тағы да бұқаралық спортты көтеру, ұлттық спортты дамыту, оны жандандыру, оны бір керемет, бір жақсы белбелестерге деңгейін кеңейтуден бөлек. Мынау мінекей Атшабар алаңдарын көріп тұрсыздар. Осы Атшабар алаңы бірнеше жылдан бері қаңырап бос тұрған. Қазір осы Ақтөбе облыстық балалар мен жасөспірімдер ұлттық ат спорт мектебіне беріліп, мына облыс әкімі Бердібек Машбекұлы ағамыздың тікелей пәрменімен осы ұлттық спорттың бізде жанданып жатқанын көріп отырмыз. Әрбір өңірден әрбір командалары келді. Көкпардан, аударыспақтан, теңге ілуден және жамбы атудан осы ал 8 күннің ішінде осы жүлдегерлер белгілі олар. Соңғы күні үлкен аламан бәйге, тоқ бәйге және құнан бәйгеден жарыстар өтеді. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу ол Нұр Отан партиясының саясатында да бар. Және де біздің елбасымыздың мәңгілік ел идеясының бір тармағы осы ұлттық құндылықтарымызды әрқашанда дәріптеу. Соны осы дұрыс бағытта көрсету арқылы біз келешек ұрпаққа әрқашанда дәріптеу жолдарын қарастыра береміз. Ұлттық спорттың жастар арасындағы ел чемпионатына жиналған барлық спортшыларды аталмыш жарыспен құттықтаудан басталды алғашқы күн. Елордадан арнайы келген қонақтар мен Ақтөбе облысының спорт саңлақтары қатысушыларға дем беріп, ұлттық спорттың ұлт рухын көтерудегі орны ерек екенін атап өтті. Чемпионат барысында баса назар аударылған спорт түрі көкпар екені даусыз. Жастар арасындағы 12-ші ел чемпионатының шымылдығын түрген алғашқы командалар Батыс Қазақстан облысы құрама командасы мен Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер командасы. Қос қарсылас арасындағы ойын Шымкент жігіттерінің пайдасына шешілді. Батыс Қазақстанның жастары жабылып салған бір салымды қанағат етті. Ал Оңтүстік оғландары бас аяға 8 салым салып ойынды қорытындылады. Бұл жерде мынау Маңғыстау өңірі, Ақтөбе, мынау Қызылорда, Шымкент, Жамбыл, Алматы қаласы. Осы командалар. Бүкіл солтүстік өңірінен Ақмола облысы қатысып жатыр. Осы екі жарыста да. Қалған солтүстік өңірінде, шығыс өңіріндегі командалар жоқ. Одан кейін Маңғыстау мен Қызылорда облыстарының көкпаршылары 20 минуттан қос тайм өнер көрсетті. Бұл кездесуде 5 салым айырмасымен Қарт Каспийдің ұландары жеңіске жетті. Осы кездесудің ізін суытпай алаң иелері ақтөбеліктер атақты Жамбылдың әулетасымен шықты. Есеп 0-2 әулетаның пайдасында. Алайда ақтөбеліктер еліміздің ең мықты командаларына тегеурінді қарсылық білдіре алатынын дәлелдеді. Бірінші жарыс күнін Алматы қаласы мен Ақмола облысының жігіттері қорытындылады. Бұл ойыннан арқадан келген команда абыройлы шықты. Ал алатаулықтар 2 салым есе жіберді. 8 команданың ішінде міне бүгін сында бірінші ойындар болып жатыр. Ойындар жақсы. Бұрынғыдай емес, балдардың бәрі теңесіп қалған, бірін-бірімен айла тәсілдерімен солай өтіп жатыр. Мына Ақтөбе мен әулетамыз ойнап жатыр, өте жақсы ойын көрсетіп жатыр. Ойынның басында міне жаңа бұның алдындағы ойында Қызылордамыз бен Маңғыстау ойнайтын. Енді Қызылордамыз постоянно жылдар бойы жеңіп жүрген, қазір Маңғыстау жеңіп кетті. Міне Маңғыстаудың да теңескені. Алғашқы күнгі іріктеу кезеңдері осылай аяқталды. Бұл көкпардың бұрынғыдан ерекшелігі ойын ережесінің өзгеруі. Жүру бағыты бұрынғыша болғанымен, енді көкпаршылар серкені қазандыққа емес, шеңберге салуға тиісті. Жастар арасындағы ел чемпионаты қазандықсыз өткен елдегі айтулы екінші жарыс. Алғашында осы қазандықсыз көкпар шапқан болатын. Сол кейін осы қырғыз елінен үйренген болатын, енді жасыратын несі бар. Осы көкпардың қазандығын жасаған кезде, алғаш жасаған кезде мүлдем сала алмайтын. Біз көкпаршыларымызда сала алмаған, жаңағы спортшыларымызда сала алмаған көптеген жағдайлар болған. Кейін қорыта келе бұны да үйренді, осыған да жетті. Сол сияқты бұл жаңағы осы қазандықсыз шабудың өзі биыл екінші рет өтіп жатыр тек қана. Сондықтан бұл әлі көрінісі ғана тек қана. Сондықтан
оның жалғасын уақыт көрсетер деп ойлаймыз. Бұл қазандыққа аттар келіп, көбінесе бізде мертігіп, балалар жаңағы соғылып, сондай бір енді қатты келеңсіз жағдай болып қалмаса да, осындай болып жататын жағдайлар болады. Бірақ мына мен өзіміздің сол шеңберге шауып, бұл жерде аттың да, адамның да денсаулығын және өзінің мынау қызықтыруын жаңағы сонымен бірге бұл жерде өте бір топтасып, шиеленісіп, тартысып, жаңағы қазандықтың басында үйме-жүйме болып тұрып алып, бір сондай бір көзге бір көрнекілеу көрінбейтін нәрселерді көрсетпейік. Осымен де осылай жаңағы жерде бір жұмыс жасайық деп жатырмыз. Қазандықтан бір артықшылығы, қазандықта өңкей қымбат күшті аттарымыздың бәрі иығынан аяғынан қалып жатыр. Ол не себепте? Ол қазандыққа қатты соғысып жатқан себепте, неде себепте? Оның защитный нелеріміз жоқ, аттарға кигізе алатын ондай. Содан келеді. Бұның бір несі жаңағындай аттарымызды көп ұзақ уақытқа дейін сақтап қаламыз ба деген. Оның кейін бұл өзіміздің қазақ көкпарымыз, өзіміздің көкпар. Қазандық алынғанымен орны ойсырап қалғаны анық. Бұдан 20 жыл бұрын елдегі алғашқы ересектер арасындағы чемпионат осы ережемен өткені есіңізде болар. Артқа шегініп көрелік. 16 жыл. Аз уақыт емес. Бұл уақыттың ішінде қаншама халықаралық турнирлер, республика чемпионаттары, тіпті Азия чемпионаты қазандыққа ойналған. Он 16 жылдық тәжірибеден соң қазандық зиян әрі баба салтына жат екені белгілі болып отыр. Бұл көкпар мамандарының пікірі. Әрине, ұзақ уақыт, бірақ қазақ ештен кеш жақсы деп өтпеді. Ескертетіні бұл сында жарақат аз болғанымен салымға байланысты шеңбер маңында дау көп. Қош, көш жүре түзелер, үміттіміз. Қазандықтың қиындығы әр жерде қазандық жасау керек. Қазандықтың өзі бір жаңағыдай транспортировкаға тасымалдауға бір қиындығы бар. Оның үстіне жарақаттауға көптеген себептері бар. Сондықтан бұл мысалы қазандық болмаған жағдайда қай жерде болсын көкпар ойынын ойната беруге мүмкіндігі бар. Чемпионатқа қайта келейік. Ендігі кезек ширек финалдық ойындар. Жарыстың келесі күні дәл осы бәсекелер өрбіді. Алғашқы ойында Ақтөбе мен Алматы қаласының көкпаршылары өзара шынмықтыны анықтауға кірісті. Нәтижесінде ақтөбеліктер жанкүйерлерінің үмітін ақтады. Қорытынды есеп 11-0. Екі топқа бөлініп өнер көрсеткен командалар арасында өз тобының көшбасшылары Тараз бен Шымкент жігіттері. Алайда Ақтөбе, Орал, Маңғыстау көкпаршылары оңтүстік спортшылармен терезелер теңесіп қалғанын байқау қиын емес. Әуелі алаңға шыққан шымкенттіктер өз көршілері Қызылорда командасын 10 салым айырмашылығымен ойсыра тауыпты. Одан кейін батыстың қос облысы ортаға шықты. Оралдық жігіттер ақтаулық Адай-Ата командасына 0-3 есебімен жол берді. Ақтөбеде жалауын желбіреткен көкпардан 12-ші жастар арасындағы ел чемпионаты жалғасуда. Бұған дейін алаңға шыққан 4 команда өзара шынмықтыны анықтағанын айттық. Қазір Әулиеата мен Ақмола облысының жігіттері күш сынасып жатыр. Аспаннан қар борабақ кетті, бірақ бұл біздің спортшыларымызға ешқандайда кедергісін тигізіп жатқан жоқ. Бұл ойынның қорытындысында Жамбыл жампоздары арқадан келген Ақмолалық команданы 8 салым айырмасымен жеңді. Қызығы, бұл күнгі ойында жеңілген командалардың ешқайсысына да салым салу бұйырған жоқ. Мына чемпионатты осымен екінші рет алып тұрмыз. Мына спорттың деңгейі, осы ұлттық спорттың деңгейі Ақтөбе облысында көкпар не екенін білсін деген, біздерде Ақтөбе облысы бойынша жаңа бәйге спорты дамыған. Өзімізде өткеннен кейін алдағы уақытта жігіттердің барлығы мына көкпарға да қызығушылықпен қарайды. Жаңа балдардың барлығы осыны уже ағаларын көріп, осындай болғысы келіп тырысады деген ойдамыз негізі. Ширек финалдық бәсекелер аяқталған соң 9 команда өкілдері 5 салмақ дәрежесінде аударыспақтың апай төстерін алыстырды. Ұлттық спорттың күнтізбелік жоспарындағы аударыспақ спортынан кезекті жастар арасындағы жарыс Ақтөбе облыстық ұлттық спорт мектебінің жабық ғимаратында өтті. 21 жасқа дейінгі жастардың көшін бастаған 50 келі салмақта өнер көрсеткендер. Ең жеңіл салмақтағы спортшылар арасынан топ жарған алаң иесі Айболат Бердімұратов. Ал күмісті қанжығасына байлаған оңтүстік Қазақстан облысының палуаны Ермек Құралбай. Рахметолла Темірбеков болса, Оралға қоланы қоржынға салып қайтты. Аударыспақпен айналысқаным 2 жыл. Дайындалып қойғаным осы ағайларыма алғыс айтамын. Бұл жарыста Ақтөбеде болып қалсын, біз барымызды салдық. Намысты қолдан бермеу үшін осы 50 салмақ килограмм дәрежесінде мен бірінші алдым. Ағайларыма алғыс айтамын. Нұрлан Нодай ең алғашқы тренеріміз, Тимурхан Иманғалиев,
Шыңғыс Ержанов жаңа бірінші орын алған, ол да біз дайындады барынша. Кездесулердің арасын суытпай кезек-кезегімен салмақ дәрежесі бойынша балуандар алаңға шықты. Бұл жігіттер 60 келіде бақ сынауда. Аталған салмақта ең мықты спортшылар оңтүстік өңір мен батыс өңірдің спортшылары. Алайда шымкенттік балуанның жолын ақтөбелік Аймағамбетов кесті. Финалдық кездесуде тартысқа толы жекпе-жек қорытындысында оралдық Нармағамбет Иманғазыұлы жеңіске жетті. Күміс Ақтөбеде қалды. Үздік үштікті қорытындылаған оңтүстік оғланы Бекзат Танай. Біздер осы чемпионатқа өте жақсы дайындалдық. Осы балдарды оқу жаттығуын жасап, осы балдарды дерек жаңа сұрап алып, оқу атқан жерлерінен, жұмыс жасап атқан жерлерінен жаңағыдай соны дайындалып, осындай біз білдік, осы чемпионатқа келетін кілең мықтылар келеді. Соған айтыр төтеп беретіндей қылып, айтыр балдарды дайындап, сол енді қазір сол дайындықтың үстінде жаңа нәтижесін қазір көріп отырсыздар, қандай нәтиже көрсетіп тұрғанын. Соған енді өзіміз айтыр қуаныштымыз. Екінші салмақ дәрежесіндегі кездесулер мәресіне жетіп, тиісінше 70 келіде шыңдалғандар аударыспақ алаңына жиылды. 9 балуан қатысқан бұл сында Ақтөбенің спортшысына бапкерлердің артқан сенімі мол болды. Үміт ақталды. Шыңғысхан Ержанов аударыспақтан жастар арасындағы Қазақстан чемпионы атанды. Ал батыс балуаны Мағжан Жеңісов ел чемпионатының күміс, ақмолалық Нарбота Босов қола жүлделерін қанжығаларына байлап алды. Жарыс жақсы деңгейде өтті. Қарсыластардың бәрі жақсы дайындалып келген, жоғары дәрежеде. Мен соңғы финалда батыс Қазақстанмен шықтым. Ол балуан жақсы дайындалған екен. Оны белінен ұстау әдісімен қарсыласымды солай жеңдім. Кезек 80 келіге дейінгі балуандарда. Жер-жерден жиналған жігіттер атқа қонып, белбеуді бекен байлап ортаға ытқып шығады. Бәрінің негізгі мақсаттары ел чемпион атану. Алайда бұл бір ғана палуанға бұйыратын атақ. Ауыр салмақ санатына жататын аударыспақшылар арасынан шоқтығы биік тұрған Уалихан Үрсінембек. Оңтүстік палуаны қарсылас шақ келтірмей ақтық бәсекеге оңай жетті. Ал финалдық бәсекеде ақтөбелік Төребек Балтабек болатын. Финал жауаптысын. Кездесуге берілген уақыттың соңына дейін аянбай арпалысқан қос палуанның арасынан мықтысы Төребек Балтабек болды. Ал қоланы қолға алған Оралдан келген Әнуарбек Қалиев. Осы аударыспақ спортына қатысқаныма 1 жыл болды. Осы жарысқа бірінші орын алып, қарсылас мықты болды шымкенттік. Ағайларыма рахмет айтам, тренерлеріме. Қиын енді, төзу керек бәріне де. Шыдамдылық керек, тренерлерін айтқанын тыңдап. Қанша уақыт дайындалдың? 1 жыл болды қатысқаныма. Алда не жоспар бар енді? Енді осыны ары қарай дамыту керек. Алда жоспарлар көп, жарысқа шығамыз деп ойдамыз. Аударыспақтағы ақтөбеліктердің бұл жеңісі көп күтпеген жағдай еді. Тіпті аударыспақ мектебі ең мықты саналатын оңтүстік өңірінің жігіттері де ақтөбеліктерден айласын асыра алмады. Себебі енді біздің алдында жастар арасындағы 7-ші чемпионатқа сбордың уақытысында бір атымыз сәл жарақат тапқан қалған болатын. Содан кейін біз жаңа атпен келген екен, енді аттың да әсері болып жатыр ғой деймін. Балаларға сол аттың күші жетіспей жатқан сияқты. Балаларымыз екеуі финалға шықты. Екі балам күміс алды. Мына ұлттық арнадан өздеріңізді түсіріп насихаттап, аударыспағымызды Азиядан кейінгі де мына телеарнадан көргеннен кейін жастарымыз өте көп. Қызығушылығы жоғары. Одан кейін енді мынандай жабық манеждің ішінде енді чемпионатымыз алғашқы рет бірінші рет өтіп жатыр. Соңғы жекпе-жектері 80 келіден жоғары салмақта басталды. Нағыз дала батырларының айқасы іспеттес. Аударыспақ шеберлері тартысқа толы жекпе-жектер көрсетті. Нәтижесінде тағы да Ақтөбе. Бұл салмақта да ақтөбелік палуанның бағы жанды. Арман Сағынбаев өзінің мықты екенін тағы да дәлелдеді. Күміс жүлдені иеленген Исабек Ерсултан, ал белгілі көкпаршы Алматы облысының мықтысы Мейіржан Матчан қола жүлдемен Алатауға аттанды. Жарыс енді қарсыластардың бәрі дайындалып келген, өзіміз сияқты. Мен алдымда Астана жұлдызы деген турнир болды. Сол жарыстан келдім. Қалай келдім, содан дайындалдым. Осы жеңіске жетуге сол дайындықтың арқасы бәрі. Өзіміздің жаттықтырушыларымыз бар. Бұған дейін оңтүстік жігіттеріне теңгелер қарсылас санаулы. Бұл жолда басымдық батыс аймаққа ауысты. Ақтөбе аударыспақшылары барлық салмақ дәрежелері бойынша финалдық кездесуде өнер көрсетті. Оның 4-еуі алтыннан алқа тағып, аударыспақтың командалық есепте көшбасшысы болды.
аударыспақ чемпионатымыз өткізіп жатырық. Аударыспақ салмағында 5 салмақ дәрежесінде 50, 60, 70, 80 және плюс 80 жаңағы. 80 жоғары. Бұдан енді қатысып жатқан әрбір облыстан келіп жатыр, бір адамнан. Енді 8-9 жаңа облыс келді, біздерде қазір қатысып жатыр. Содан енді 50 салмақ дәрежесінде біздің ақтөбелік жаңағы шабандозымыз Айболат деген баламыз жаңа бірінші орынға ие болды. 60 килограммнан Аймағамбетов Әлжан екінші орынға ие болды, жүлделі болды, күміс жүлде. 70-тен Ержаным Шыңғыс біздің чемпион болды, бірінші орын алды. 80-нен жаңағы Балтабек деген жаңағы баламыз бірінші орын алды. Аптадан аса уақыт Ақтөбеде өткен ұлттық спорт түрлерінен жастар жарысы мәресіне жақындады. Аударыспақтан 12-ші, теңгелуден 10-шы, жамбы атудан 3-ші рет өткен ел чемпионатының жеңімпаздары анықталды. Ал көкпардан бас аяғы 8 команда бірнеше күн бірінші орын үшін барын салды. Оңтүстіктің Құлагер мен Жамбылдың Әулиеатасы өз топтарының үздігі болды. Осылайша финалдық ойынды күтті. Ал 3-ші орынды көздеген 2 команда Ақтөбенің Тайбұрыл мен Маңғыстаудың Адайатасы. Қос облыстың соңғы уақытта көкпардан есімдері ерекше аталып келеді. Мұны өңірдегі ұлттық спорт қызметкерлерінің жүйелі жұмысының жемісі дейді. Қысқасы, жүлделі 3-ші орынды алу екеуіне де оңай тимеді. Негізгі 40 минутты тең аяқтап, қосалқы 10 минутта да бір-біріне алдырмады. Ойын нәтижесін болит әдісі көрсетті. Ақтөбедегі қарбалас мерекеге дайынды қақшаңқай тігілген киіз үйлер. Баршасы да осындағы қос мерекеге арналады. Қос мереке дейтін себебіміз әуелі ауыл шаруашылығы күндері дәл осы мерекемен тұспа-тұс келген көкпардан жастар арасындағы 12-ші ел чемпионатының финалдық кездесуі. Дәл қазір ойын көрсетіп жатқан қос команда Атшулы Әулиеата мен Оңтүстіктің Құлагер көкпар командалары. Дәл осы ойынның қорытындысында жастар арасындағы ел чемпионатының чемпиондары анықталатын болады. Финалдық ойын әдегеннен тартысты басталды. Оңтүстік аймақтың ең мықты 2 командасы алма-кезек серкені тақымға басып, бір-бір салымнан еншілеп алды. Бірінші кезек осы есеппен қорытылды. Екінші кезең бастала салып, құлагерліктер бір салым айырмасымен алға шықты. Ойын соңына дейін есеп теңесер деген елдің жорамалы керісінше шықты. Шымкент 37-ші минутта тағы бір салымға қол жеткізіп, Жамбыл мықтыларынан басым түсті. Осыдан біраз жылдар бұрын біз ойымдамаушы едік жастар арасында. Бірақ енді мен Құдайға шүкір басқа да қарсылас командалардың, басқа өңірдегі шабандоздардың көтеріліп бізге былай қарсылық білдіре алатындай жағдайға мен де қуанамын бір жағынан. Бірақ сонда да біздің балдарымыз өздерінің дайындығымен, өздерінің расында осы көкпарды сүйіп, жан тәнімен жақсы көретіндігінен деп ойлаймын. Содан қазір бүгінде де өздерін дәлелдеп, өздері жеңімпаз болды. Ойын енді өздерін көргендей ойын күшті болды, тартысты болды. Бізде бірге бірдің аты болмады, ана лазер атты аламады. Әйтеуір балдардың рахмет, балдардың әйтеуір дайындығы 2 айлық. Соны амалдап өзіміз істеген тәсілдеріміз бар, өз жерге келіп дайындалғанымыз бар. Кеше анау жеребек болды, жеребек түскеннен кейін білдік таразбен шығатымыз. Соған үйде отырып алып сызып, бәрін дайындадық. Лазерге не істеуіміз керек, ана балаға не істеуіміз керек деген сияқты. Сондай жарыстың жабылу салтанатында теңгеліп жамбатқан жігіттердің ең ептілерін елеусіз қалдырған жоқ. Жеңімпаздарды марапаттап, сый-сияпат табыс етілді.